Кеттік па? Қандай жағдайда 10 қосу 3 тең 1 болады? Сағат тілінде. Молодец. Яғни 13 деген сөз ол 1-ге тең болады, 1 деген сөз. Ал енді екінші сұрақ. Абу Али ибн Сина. Білеміз ба? Дәрігердің 3 құралы бар деген екен. Біріншісі өсімдік дәрі-дәрмектер, екіншісі пышақ, үшіншісі не болуы мүмкін? Біріншісі дәрі-дәрмек болу керек, дәрігерде. Екінші пышақ болу керек, үшіншісі не болуы мүмкін? Жоқ. Өте қатты қажет. Қарақ, дәрігерге. Енді ол дәрі-дәрмектердің ішіне кіреді. Жоқ. Аяру не дейсің? Аяру дейсің ятым? Жоқ. 3 зат. Дәрі-дәрмек, пышақ, сосын ол барлық адамға өте қажетті нәрсе. Әсіресе дәрігерлерге нені қолдан? Кішкене жақындап атсын енді. Ауырған адам үшін жалпы не керек бірінші? Алғаш дәрі-дәрмегін береді. Операция жасайды. Өзім айтайыншы. Айтқызбайды ғой енді. Жоқ. Білім керек, бірақ біздің медицина не деп айтқан? Так, дәл осы сұрақтың жауабын дүйсенбі күні өздерің алып келесіңдер.